Сәлем достар, мен Жақсыбек Қалелбек, гитарист. Осы гитараны үйренгелі 15 жылдың жүзі болып қалған шығар. Негізі Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясынан осы кәсіби классикалық гитара мамандығына бітіргенмін. Өнерде жүргелі де біраз болған. Негізі композиторлық жақтан біраз жұмыстар жасағанмын. Әндерімді Қайрат Нұртас, Сені ойлай деген әндерімді, және Тоқтар мен Бейбіт, тағы да басқа жігіттер квартет сияқты еліміздің эстрада жұлдыздары орындайды. Енді өзім де негізі ән айтамын, бірақ көбінесе осы негізінен қазір гитара аспабына негіз ден қойып, гитарадан сабақ беріп, осы Естердей гитара мектебін ашып жатырмыз. Негізінен гитараны профессионал деңгейде үйретуге жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы достар, өздеріңіз көріп тұрғандай бұл гитара аспабы. Бұл гитара аспабын үйренуде негізінен бірінші болып гитараны қалай дұрыс ұстау, осыны үйрену керек. Егерде қолыңыз дұрыс қойылмаса, жаңа гитара ұстауда дұрыс ұсталмаса, кейінгі жалғасты үйренуге ол өте жаңағы қате ұстаудан, қолдың үйреніп қалуынан кейін гитараларды дұрыс жақсы тартуға көптеген кедергіліктер жасайды. Сондықтан бүгінгі бірінші сабағымыз гитараны қалай ұстау туралы болмақ. Гитараны ұстағанда негізінен осылай мына оң қол дейміз. Оң қол гитараның шанағына қарай сәл параллельный тұрады, енді біраз сәл көлбеп, соны қолдың мына гитараға жабысып алмау керек, алақандар. Екіншіден сол қолдың қойылуы. Сол қол негізінде гитараның сабын ұстаған кезде бас бармақ бұлай гитараның басына артып шығып кетпеу керек. Бұлай ұстау негізінде дұрыс емес. Өйткені бұлай ұстап алған жағдайда мына жақтағы саусақтар мына аккордтарды толығымен басуға кедергілік күші жетпей қалатын жағдай шығады. Сондықтан гитараның бас бармақ мына жақта тұру керек. Сосын мына алақан гитарадан сәл аралық сақтап тұру керек. Шектерді басқан кезде перделері анық, нық, сосын түзу, өте түзу басу керек. Бұлай болып болмау керек, бұлай баспау керек. Егерде ол саусақтың бастары әрбір шекті дұрыс баспаса, жаңағы екінші шекке саусақтың жаңағы мына жақ еттері, тырнақтар тию арқылы дыбыстардың өзгеруіне әкеліп соғады. Сондықтан барынша әу бастан бірден гитараны үйреніп бастаған кездерде осы оң қол мен сол қолдың дұрыс қойылуына өте мән беру керек. Анық, нақты әрбір гитараның шектері, мыналар перде дейміз ғой, нық басылу керек. Енді келесі біздің үйренетініміз оң қолдың алты шектерді тартуы. Енді шектер негізінен төменнен басталады. Бірінші шек, екінші шек, үшінші шек, 4, 5, 6. Осылай басталады. Осылай енді оң қолдың шектерді тартып шертуінде бас бармақ, негізі мына бас бармағымыз 6, 5, 4 осы шектерде жүреді негізінде. Осы шектер тартып отырады. Ал қалған мына саусақтар, саусақ ортан, аты жоқ саусақтар мына астыңғы үш шектерді кезек-кезек тартып жүреді. Енді гитараның осы мына жағындағы терулерді, теріп тартулардың қатысты әртүрлі ритмдері бар. Соған қатысты 4-түк, 6-лық, 8-дік деп бөлінеді. Бұларда 4-түк теріп тартуда 4 шекті ғана тартамыз. Мысалы 6-шы шектен бастасақ 6, 3, 2, 1. Бұл 4-түк тарту дейміз. Екіншіден 4-түктен кейін 6-лық тарту дегеніміз қалай болады? 6-лық, мысалы 6-шы шектен бастап тартсақ 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6 рет. Яғни шекті 6 рет тарту. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
осы. Сосын үшіншіден сегіздік тарту деген болады. Осы сегіздік тартуға шекті 8 рет тартамыз қайталап. 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Жақсы достар, онда келесі сабағымызда біз жалпы аккорд гитараның ашық аккордтарымен, сосын үнемі ән айтуда қолданатын аккордтармен танысайық. Бірінші, енді көп жағдайда біледі деп ойлаймын. Бұл аккорд AM деп аталады. AM. Сосын сол қолдарымыз, сол қолдың саусақтары цифрымен белгіленеді. Бұлда саусағымыз 1-мен, ортан қол 2-мен, аты жоқ 3-пен, кішкене саусағымыз 4 цифрмен белгіленеді. AM аккордында негізінде сол қолдың саусағымыз бірінші перненің екінші шектің бірінші пернесіне басылады былай. Бұл жерде де сол саусақтың басын өте дүзу, өте тік дұрыстап баспасақ, мұн жағында бірінші шекті ғой, бірінші шекке былай тиіп қалған жағдайда бірінші шектің дыбысы шықпай қалады, өшіріліп қалады. Сосын екеуі бөлек әр шектегі саусақтардың анық басылуымен дыбыстар анық шығатын болады. Саусағымыз екінші шектің бірінші пернесінде тұрады. Сосын аты жоқ саусағымыз үшінші шектің екінші пернесінде тұрады. Ортан қол саусағымыз төртінші шектің екінші пернесінде тұрады. Сонымен 5-тен бастап тартамыз, оң жақта. Бұл AM аккорды болады. Ал енді бұны осылай басып тұрып, енді жаңағы өткен сабақта үйренген теріп тарту қосып, аккордпен қосып тартуды қазір көрсетемін. Алтылық тарту десек. Осылай болады негізінде. Жақсы достар, ендеше келесі C аккордымен танысайық. Бұл да ашық аккордтың өте көп ән айтуда өте көп қолданатын аккордтардың бірі. Ендеше бұл жаңағы AM аккордын үйрендік. Осы енді C аккордына мысалы ауыспақшы болсақ қолымызда бір ғана саусағымыз жылжыту арқылы C аккордына ауыса салуымызға болады. Яғни до мажор. Осылай тұрған күйінде аты жоқ саусағымызды, мына үшінші шектің екінші пернесін басып тұрған саусағымызды әкеліп бесінші шектің үшінші пернесіне қою арқылы біз C аккордын баса аламыз. Енді бұл до мажор аккордында саусақтарымыз қалай тұрады дегенде, негізінде сұқ саусағымыз екінші струнаның бірінші пернесінде, екінші шектің бірінші пернесінде, сосын жаңағыдай AM аккордында тұрғандағыдай ортан саусағымыз өз орнында тұра береді. Сосын жаңа айтқандай аты жоқ саусағымыз бесінші шектің үшінші аккордына, үшінші пернесіне, кешіріңіздер, үшінші пернесіне қою арқылы және бұл тартқан кезде негізінде бесінші шектен бастап тартылады. Бұл до мажор C аккорды болады. Сосын ашық аккордтардан енді келесі аккордымыз DM деп аталады. Бұл да өте көп қолданатын аккордтардың бірі. Негізінде бұны ұсталған кезде сол қол саусағымыздың бірінші саусағымыз жаңағыдай бірінші шектің бірінші пернесінде тұрады. Сосын аты жоқ саусағымыз екінші шектің үшінші пернесінде тұрады. Ортан қол саусағымыз үшінші шектің екінші пернесінде тұрады. Және бұл тартқан кезде негізі бас дыбысы, бірінші дыбысы мына төртінші шектен басталады. Бұл DM аккорды, DM аккорды. Бұл аккордымыз негізі музыкалық теорияда ре минор деп аталады. Келесі аккордымыз G деп аталады, G аккорды. Бұны ұстаған кезде негізінде екі түрлі сол қолдың саусақтарын екі түрлі ұстау формасы бар. Бірінші, аты жоқ саусақпен алтыншы шектің үшінші пернесін басу арқылы, сосын ортан қол саусақпен бесінші шектің екінші пернесін басамыз, сосын кішкентай саусағымызбен бірінші шектің үшінші пернесін басу арқылы. G аккорды. Бұл музыкалық теорияда соль мажор деп аталады. Сосын екінші ұстау формасы ортан қол саусағымызбен алтыншы шектің үшінші пернесін басу арқылы, саусағымызбен бесінші шектің екінші пернесін басу арқылы, аты жоқ саусағымызбен жаңағы бірінші шектің үшінші пернесін басу арқылы. Екі түрлі басу формасы болады.
ән айтқан кездерде қалай аккордтардың ауысуына байланысты қалай ыңғайлы болса екеуінің ыңғайлысын баса беруге болады. Яғни жаңағы до мажор аккордынан G-ға ауысатындай келіп жатса, бұлай ауыса салу оңай. Жақсы, ендеше осы үйренген C аккорды, D, M, G осы аккордтармен біз байланыстырып бір әнді тартпақшы болсақ, мысалға Айқынның алтыным әнін тартуға болады. Бұлар бірліктіріп, бұны келесі сабақтарда үйренетін боламыз. Ең басты гитараны осы аккордтарды, терулерді жақсы үйренудегі ең басты көңіл бөлетін нәрсе негізі дыбыстардың тазалығы, әр қайсы ішектерді таза тарту, нөлден бастап осылай асықпай әдемілеп таза тартатын болсақ, болашақта келешекте жаңағы гитараның үнін әдемілеп тартып шығуға болады. Көп рахмет, келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.